Тоқта, ал бұлай жасауға бола ма? Интернетте тексерілмеген нәрсені басу арқылы компьютерден маңызды жеке деректерді оңай жоғалтуға болады. Мұны қалай болдырмауға болады? Интернетте сіз шпион немесе ниндзя сияқты болуыңыз керек. Сіздің шын есіміңізді және сіз тұрған жерді ешкім білмеуі керек. Бөтен адамдарға өзіңіз туралы ешқандай ақпарат бермеңіз. Фотосуреттерді, құжаттар мен карталардың фотосуреттерін жібермеңіз. Есіңізде болсын. Біз жайлы ақпарат құпия сақталуы керек. Тек таныс сайттарға кіріңіз және ата-анасыз ешқандай төлем жасамаңыз. Ойындарды тек сенсейдің әкеңіздің рұқсатымен ғана жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Сонда сіз толықтай қауіпсіздікте боласыз. Стоп! А можно ли так делать? Нажав в интернете на что-то непроверенное, можно легко потерять важные личные данные с компьютера. Как этого избежать? В интернете вы должны быть как шпион. Никто не должен знать ваши настоящие имена и место, где вы находитесь. Не рассказывайте чужим людям о себе никакой информации. Не скидывайте свои фотографии документов и карточек. Помните, мы должны быть скрытными. Посещайте только знакомые сайты и не оплачивайте ничего без родителей. Скачивайте и устанавливайте игры только с разрешения сенсея, папы. И вы будете в полной безопасности.